Ішкі істер министрлігінің мұражайында «Ұлы дала батырлары» деп аталатын жаңа кітаптың тұсауы кесілді. Анықтамалық энциклопедиялық жинақ ішкі істер органдары мен ұлттық ұланның қазақстандық ардагерлер ұйымының бастамасымен ішкі істер министрі Марат Ахметжановтың қолдауымен жарыққа шықты. Шараға әйгілі ғарышкер халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіров пен бұрынғы ішкі істер министрі халық қаһарманы Қайырбек Сүлейменов қатысты. Бұл келесі ұрпаққа үлкен өнеге, осындай ерліктің арқасында, осындай азаматтардың арқасында бүгін егемендікті алып, тәуелсіздікті алып, үлкен бір жарқын мемлекет болып дамып жатырмыз. Мен өз атымнан, әріптестердің атынан мына біздің ұлы отан соғысының ардагерлеріне, халық қаһармандарына тағзым етіп, осыны ұйымдастырған үлкен ұжымға алғысымды білдіргім келеді. Өткенсіз бүгін, бүгінсіз ертең жоқ. Халқымызға бейбіт күндерді сыйлаған батырлардың өмірінен сыр шертетін кітаптың тұсауын кесу мәртебесі құрметті қонақтарға берілді. Біздің ұлы дала өз батырларын ұмытпай, еске алып, әрдайым жақсылық істеген кісілерге бағасын беріп, осы кітапқа үлесін қосып, бүкіл тарихты жинап, өшпесін, сөнбесін, біздің ұрпақтарымызға үлгі болсын. Вот такого рода книги, в первую очередь, предназначены не для нас, а для нашей молодежи, для личного состава и вообще для молодого поколения нашего государства. Шара барысында ішкі істер министрлігі ардагерлер ұйымының төрағасы Өмірзақ Болсамбеков ведомство мұражайына тарихи энциклопедияны сыйға тартты. Ер есімі ел есінде, аталарының ерлігіне құрметпен қарап, алдыңғы буын ағаларының батылдығына тамсанған жас қызметкерлер қонақтардан қолтаңба алып, естелік суретке түсті.